Цифрлық трансформация. Жасанды интеллект бұл жай ғана технология емес, 21 ғасырдағы сауаттың жаңа түрі. Елімізде жасанды интеллект баршаға атты ауқымды ұлттық бастама қолға алынды. 5 жылда 1 миллионға жуық қазақстандық жасанды интеллектіні меңгереді деп жоспарланған. Оның ішінде мектеп оқушылары, студенттер, мемлекеттік қызметшілер мен бизнес өкілдері бар. Мақсат технологияларды тек тұтынушы емес, оны жасап тиімді қолдана алатын буынды қалыптастыру. Жоба жасанды интеллектіні әрбір қазақстандық үшін, яғни жасына, кәсібі немесе тұратын жеріне қарамастан қол жетімді етуге бағытталған. 12-18 жас аралығындағы жасөспірімдер үшін биыл күзде Әлемай халықаралық жасанды интеллект орталығы базасында ТУМО орталығы ашылады. Бұл балалар тегін білім алатын инновациялық оқу кеңістігі. Жастар мен студенттер үшін Астана Хаб технопаркі базасында алғашқы жасанды интеллект мектебі Tomorrow School ашылды. Бағдарлама тегін және 18 айға есептелген. Қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. Ай қызмет мемлекеттік қызметшілері мен мемлекеттік басқаруға арналған бағдарлама. Ол жасанды интеллектіні тек түсініп қана қоймай, қоғам игілігі үшін этикалық әрі тиімді түрде енгізуді үйретеді. Бұдан өзге де офлайн және онлайн білім беру жобалары бар. Ролик Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.